Bizde бүгін Toqash, және Жұмабаев. үйдің үлкені кіші орта. Каждый раз сұрай бересіз ба ағай? Каждый раз айтсай сен. Үлкенімін. Алдында да үлкені болдың ғой. Онда ортаншысымын бүгін. Достар өлгім келіп жатыр. Бос уақытында немен айналысасың? Ұйықтаймын. Сосын Кітап оқимын, үй жинаймын. точно ма достар, рас айтып отырмын, Саған да бір өлең шығару деген ойда жоқ па? Оқсын бар ма негізі? Бәлә, ешектің зары ғой. Қайсал бір өлең айтып көрші. Қылықтарың тәтті, Сәуірім қатты. дұрыс болыпты онда. Жалпы оққан мамандығын? Ағылшын мұғалімі. Нұрбек екеуінің араларында не бар? Қылықтарың тәтті, севиyorum қатты. Нұрбек екеуміздің арамызда. Кстати, бүгін подъезден өтіп баратам ғой, короче, біздің подъезден. Сөйтсек, короче, екінші подъездің есігін жауып тастапты. Сосын үйге не келмей қалды ма, жел? Иә, үйге жел келмей қалды. Нұрбектің ауа ластап жатыр да, Нұрбек сол. Вообще ауа жоқ үйде. Да что ты, черт побери, такое несешь? Цитата бар ма? Шпишкамен ойнама, күй қаласың, менімен ойнама, сүй қаласың. Безумно можно быть первым. Оң кім? Керей. Соңғы көрген киноң қандай? Соңғы көрген кином кәз. Бірге бардық қой бәріміз. Джунглилау. Қалай болды? Фигня. Неге? Мына матчы өтпеді вообще. Сен десеңдер алдын ала айтыңдар ма? Қанаттан басқаларын ойнағаны онша емес. Ай, екі жүрегінсіз қалсын. Жалпы не сұрақ қоямыз, Жалпы Тоқаштың оқырмандары комментарийға жазыңдаршы, келесі Тоқашқа қандай сұрақ қоюға болады. Менде сұрақ жоқ қоятын. Не айтам мен бұл қызға? Так что комментке жазамыз, келесі сол сұрақтарды міндетті түрде қоятын боламыз. Бізде бүгін болған Тоқаш. Қылықтарың тәтті, севиyorum қатты.